Тарихта кейбір билеушілер шексіз монарх болғысы келді. Бірақ бірінші Карл мен екінші Осман бұған жете алмады. Бірінші Карл парламентті елемей, салықты өз бетінше жинап, халықтың құқықтарын шектеді. Нәтижесінде Англияда азаматтық соғыс басталып, ол биліктен айырылып, өлім жазасына кесілді. Бұл оқиға Англияда парламенттің рөлін күшейтіп, монархияны шектеулі етті. Ал екінші Осман жас болса да, реформалар енгізгісі келді. Жаңа әскер құру, ескі жүйені өзгерту. Бірақ янычарлар мен сарай ақсүйектері оған қарсы шықты. Ақырында көтеріліс кезінде екінші Осман өлтірілді. Осылайша екі билеуші де халықтың, әскердің және саяси күштердің қарсылығына тап болып, шексіз монарх бола алмады. Бұл тарих бізге билік тек бір адамның қолында емес, қоғамның қолдауына сүйенуі керек екенін көрсетеді.